Ассалаумағалейкум, арнамыздың құрметті көрермендері. Бұл тарих пен саяхаттың тоғысқан мекені Дәурен Қанатбекұлы арнасы. Бүгін сіздерді Жамбыл облысы Қордай ауданына қарасты табиғаты әсем, тарихы терең Еңбек ауылына бірге сапар шегуге шақырамын. Бұл ауыл жай ғана мекен емес, ұлт жадында ерекше орын алатын тарихи тұлғалармен тығыз байланысты қасиетті өлке. Еңбек ауылының іргесінде ұлт азаттық күрестің айбынды көсемі Кенесары Қасымұлына арналған мемориалдық кешен орналасқан. Бұл еркіндік үшін жанын пида еткен баба рухына тағзым ететін киелі орын. Одан бөлек батырлар рухы мен ерлік өнегесі ұштасқан тағы бір нысан Қарасай батырдың ұрпақтары тұрғызған батырға арналған мемориал. Бұл кешенде ел шежіресін ұрпақ жадында мәңгі сақтауға арналған. Бүгінгі видеоблогта біз осы тарихи орындарды аралап, ел шежіресіне үңіліп, Еңбек ауылының өткені мен бүгінін бірге зерделейміз. Арнамыздан көз алмай, соңына дейін бірге болыңыздар. Біздің бүгінгі видеоблогымыздың бірінші бөлімі Қордай ауданындағы ерекше тарихи орын Кенесары Қасымұлына арналған мемориалдық кешен жайлы болмақ. Және осы кешенге шолу жасайтын боламыз. Бұл жер жай ғана ескерткіш емес, бұл қазақ халқының тәуелсіздік жолындағы жанкешті күресінің белгісі, ерлік пен рухтың нышаны. Кенесары Қасымұлы 19 ғасырдағы ұлт азаттық қозғалыстың көсемі, Абылай ханның немересі. Ол қазақ жерін патшалық Ресейдің отарлауына қарсы күрескен соңғы хан. Оның көтерілісі 1837 жылдан басталып 1847 жылға дейін созылған. Ол көтеріліс 300-ді біріктіре білген алғашқы саяси ұлттық қозғалыс болатын. Кенесары бастаған ұлт азаттық қозғалыс тек қарулы күрес емес, мемлекеттікті сақтап қалуға бағытталған тарихи әрекет. Ол хандық басқару жүйесін қалпына келтіріп, салықты реттеп, ел ішінде тәртіп орнатуға тырысты. Бұл оның тек батыр емес, саясаткер әрі стратег болғанын көрсетеді. Қордай ауданының дәл осы жеріндегі мемориалдық кешеннің салынуы кездейсоқ емес. Бұл Кенесары ханның соңғы жорығы бағытталған өңірлердің бірі әрі тарихи жадты сақтаудың белгісі. Бұл мемориал тек бір адамға арналмаған, ол бүкіл қазақ халқының бостандығы үшін жан қиған ұрпақтарға тағзым. Бұл кешен ұрпақ пен өткеннің арасындағы алтын көпір. Біз осы ескерткіш арқылы тек тарихты танып қоймай, бабалар аманатына адал болуды үйренеміз. Кенесары Қасымұлының ерлігі бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның рухани негіздерінің бірі. Бұл жерге келген әрбір адам бостандықтың бағасы қандай болғанын сезіне алады. Біз бүгін тарихпен қауыштық, ерлік пен елдік туралы ой қозғадық. Егер сізде рухани серпіліс алғыңыз келсе, Қордайдағы Кенесары мемориалына бір келіп қайтыңыз. Бұл тек саяхат емес, ол ұлттық санаға саяхат. Қордай ауданындағы бұл мемориалдық кешен қазақтың соңғы ханы, ұлт азаттық қозғалыстың көсемі Кенесары Қасымұлының тарихи тұлғасына арналып салынған маңызды ескерткіш орын. Кешеннің аумағы арнайы дуалмен қоршалып, ішкі бөлігі толық абаттандырылған. Бұл тек тарихи орын ғана емес, ұлттық жадының тірі куәсі. Келушілерге арналған жүру жолдары кең әрі ыңғайлы. Олар кешен аумағында еркін қозғалуға, әрбір тарихи белге тоқтап, терең ойға шомылуға мүмкіндік береді. Кешеннің дәл ортасында Кенесары Қасымұлының аты жөні мен өмір сүрген жылдар жазылған үлкен мәрмәр ескерткіш тақта орналасқан. Бұл ханның тарихи салмағын, оның ел жадындағы орнын бейнелейтін басты белгі. Кешеннің тағы бір маңызды элементі қазақтың 300 руларының бүгінгі ұрпақтарының өз руларының атынан Кенесары хан рухын қолдап, арнайы сөздер жазып орнатылған жеке мәрмәр тақталары. Бұл Кенесары ханның көтерілісін қолдаған бүкіл қазақ елінің бірлігін,
оның артында ұлт тұрғанын білдіретін рәміз. Сондай-ақ Кенесары Қасымұлының ұрпақтарының қабірлері де орналасқан. Бұл зираттар тек жеке адамдардың тыныс тапқан жері ғана емес, бабалар рухымен үндесетін қасиетті мекен. Кешеннің жалпы аумағы тазалықпен, ұқыптылықпен сақталған. Мұндағы тыныштық пен кеңістік келушілерге тек тарихты тану емес, рухани серпіліс пен тәубе сәтінде сыйлайды. Бұл мемориал өткенге құрмет, бүгінге сабақ, болашаққа аманат. Кенесары Қасымұлының есімі мәңгілік ел мұратымен бірге жаңғырып жасай беретіні анық. Бүгінгі видеоблогымыздың екінші бөлігінде сапарымыз Жамбыл облысы Қордай ауданы Еңбек ауылы жайлы болмақ. Біз жалпы бұл сапарымызда арнайы бір тарихи жерді іздеп шыққан жоқ болатынбыз. Бізді Жамбыл облысы Қордай ауданына қарасты Еңбек ауылына өзіміздің құда жекжат туыстарымыздың шақыруымен қонаққа келген сапарымыз болатын. Және осы сапар барысында аталған Қарасай ауылдық округіне қарасты Еңбек ауылының маңында тарихи маңызы бар ескерткіштер бар екенін алдын ала білгендіктен осы сапарды пайдалана отырып өз видеоблогымызға Еңбек ауылы маңындағы ескерткіштерді қосуды жөн көрген болатынмын. Видеоблогымыздың екінші бөлігі осы Еңбек ауылы жайлы болмақ. Бұл ауылға табан тиген сәттен ақ бұл жердің жай ауыл емес, тарихы мен табиғаты үндескен терең тынысты мекен екенін сезіндік. Уақыттың тапшылығына қарамастан осы ауылдың шынайы болмысын, өткені мен бүгінін сіздермен бөлісуге бел будық. Еңбек ауылы Қордай ауданының оңтүстік шығысында орналасқан шағын, бірақ шырайлы ауылдардың бірі. Кеңестік кезеңде бұл елді мекен колхоз негізінде құрылған, ауыл халқы негізінен мал және егін шаруашылығымен айналысқан. Сонымен қатар кеңес өкімет кезінде бұл ауылда арнайы алма және жүзім сұрыптарын өсіретін бақтар болған, және сол жемістердің шырынан шарап жасайтын арнайы кәсіпорындар жұмыс істегендігін біз жергілікті халықтан естіп білдік. Ол кездерде ауыл еңбек пен бірліктің тірегі болған. Көптеген отбасылар осы ауылда бірнеше ұрпақ бойы өмір сүріп келеді. Ауылдың шежіресі сол адамдардың жүрек жылуымен, маңдай терімен жазылған. Бүгінде Еңбек ауылы жаңғырып келеді. Мұнда мектеп, мешіт, дүкен және жолдар салынған. Жастардың көбі қалаға кеткенімен ауылда қалып, ата кәсіппен айналысып жатқан еңбекқор жандарда баршылық. Әсіресе соңғы жылдары ауылға оралған жастар жеке шаруашылық ашып, туған жерге жан бітіріп жатыр. Қазіргі кезде ауыл үйлері толығымен көгілдір отын газбен толық қамтамасыз етілген. Ауыл табиғаты да көз тойдырады. Жайылым жері мол, аспаны ашық, ауасы таза. Мұнда уақыт тоқтап қалғандай сезімде боласыз. Жанды тыныштандырып, ойды тербететін мекен. Құда жекжатпен бірге болған отырысымызда ерекше әсерлі, көңілді өтті. Қазақтың қонақ жайлығы мен кең пейілінің шынайы үлгісін тағы бір мәрте көріп, көңіліміз марқайып қайтты. Бұл жай ғана саяхат емес, бұл туыстықтың, тарихтың, туған жерге деген құрметтің бір сәті. Біз Еңбек ауылына тек дәм татып, тыныс алып қана қоймай, осы ауылдың жүрегін, тынысын сезінуге тырыстық. Егер сізде туған жердің иісін, ауылдың ақ жарқын болмысын сағынсаңыз, Еңбекке бір келіп қайтыңыз. Бәлкім бұл ауылда сіз деген қарапайым ауыл бақытының кілті жатқан шығар.
Еңбек ауылының төңірегінде көз жетер биікте тарихтың жаңғырығы сақталған қасиетті орын бар. Бұл Қарасай батыр мен оның ұрпақтарына арнап тұрғызылған мемориалдық ескерткіш кешені. Бұл кешен ауыл маңындағы үлкен бір төбе жотаның үстінде орналасқан. Алыстан мен мұндалап асқақ және айбынды көрінеді. Кешен сырты арнайы темір шарбақпен қоршалған, ішінде талдар мен гүлдер өсіріліп абаттандырылған. Кешен ішінде арнайы жаяу жүргіншілерге арналған тас төселген жолы бар және кешеннің ескерткіш белгі орнатылған төбе үстіндегі аумағына арнайы жаяу көтерілетін баспалдақтары бар. Бұл ескерткіш жай ғана мәрмәр тақта ғана емес. Бұл батыр бабаларға тағзым, ұрпақтың өз тарихына деген құрметінің белгісі. Кешен ауыл сыртында орналасқанымен оған баратын жолдар тазартылған, арнайы салынған. Айналасы табиғатпен үйлескен, ал ортасында қазақ батырларына тән айбынды рухты ескерткіш белгілер тұр. Кешенде Қарасай батырдың және оның ұрпақтарының есімдері мәрмәр тастарға қашалып жазылған. Бұл жазбалар арқылы біз тек есімді ғана емес, бүтін бір әулеттің ел тарихындағы орнын тани аламыз. Біз осы сапарымызда Қарасай батырдың ұрпағы, еңбек ауылының құрметті азаматы және сыйлы көнекөз қариясы Нартбаев Әбітбек ағамыздан осы Қарасай батыр кешені туралы сұрап сұхбат алуды жөн көрдік. Ал біз бүгін міне Қордай ауданы еңбек және Қарасай ауылының ортасында орналасқан, биік төбенің басында орналасқан Қарасай батырдың мемориалдық кешеніне кеп тұрмыз. Осы жөнінде осы ауыл тұрғыны Қарасай батырдың ұрпағы Нартбаев Әбітбек ағамыздан сұрап білеміз. Енді мен осы ауылда туып өскен жеріміз еңбек ауылы, Қарасай еңбек ауылы тұрғындарымыз. Осы Қарасай бабамыздың ұрпақтарымыз біз. Мына Қарасай батырдың қаумен түкті құрттан таралған қаумен батыр атамыз біздің, сол атамыздың ішінен таралған ұлтымыз Емеген. Сол Емеген осы ауылдан туып өскенбіз. Мына 5 шақырым жерде Қарасай ауылы бар. Біз отделениесында еңбек ауылында тұрамыз. Сол бүгінгі күн осы құдалары, жақындарымыздың барлықтары басымызды қосып едік. Сол бүгін Қарасай бабамыздың басына барып келіп, осы сәтті пайдаланып, осы Қарасай бабамыздың басына келіп тұрмыз. Енді не айтамыз, осы Қарасай бабамыздың жатқан жер жайлы топырағы торқа болып, енді осы Қарасай бабамыздың ұрпақтары қолдап қорғап жүріп бәрімізді. Жақсы, рахмет бізге сұхбат бергеніңізге. Бұл мемориалды батырдың бүгінгі ұрпақтары, ел ішіндегі ардақты азаматтар өз бастамасымен, өз қаражатымен салып, халқына аманат етіп отыр. Олар үшін бұл тек әулеттік мақтаныш емес, бүкіл қазаққа ортақ рухани құндылық. Кешенге келген әрбір адам тарихпен тілдесіп, өткеннен өнеге алуға мүмкіндік алады. Бұл жер тек есімдер ескерткіші емес, ұлт жадының тірі куәсі. Батырлар өткен мекен қашанда қасиетті. Бұл кешен сол қасиеттің бүгінгі көрінісі. Ұрпақ парызы ескіні еске алып, ерлікті елге жеткізу болса, бұл ескерткіш соның жарқын үлгісі. Қарасай батырдың есімі тек жекелеген әулеттің емес, бүкіл қазақ халқының ұраны. Бұл кешен тарих пен бүгінді жалғап тұрған рухани көпір. Келіңіздер, көріңіздер. Батыр бабаларымыздың рухына тағзым етіңіздер. Батыр бабалар аманатына бүгінгі біздер ғана емес, біздің ісімізді жалғар жас буын өкілдері лайық болған абзал. Себебі тарихын білмегеннің болашағы бұлыңғыр болмақ. Осымен біздің бүгінгі видеоблогымыз аяқталды. Құрметті көрермендер, арнамызға тіркеліп, жылы пікір жазып, арнамыздың сілтемесімен басқа әлеуметтік желілерде
бөлісе жүріңіздер. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Тек келесі кездескенше Алла амандығын берсін дейміз.